Армысыздар, ардақта ағайын, сәлеметсіздер ме, қадірменді теледидар көрермендері. Күн шығалалы тәуелсіз еліміздің тағы бір жайма шоқтаңында дидар қауышып барғанымызға қуанышымыз шексіз деп, бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Бүгін Астанамыздағы Әлішер Науаи атындағы киношылар үйінде неше жылдан бері Өзбекстанда жасайтын қазақтардың, сондай-ақ атажұрттың оңтүстік өңірінде жасайтын әрбір шаңыраққа көгілдір экран арқылы кіріп барған, әлдеқашан халықтың көзайымына айналған дидар бағдарламасының 60 жылдық мерейтойы атап өтілуде. Сондықтан кезектегі бағдарламамызды салтанатты түрде атап өтілген мерекеге арнаймыз. Ағайын, ағайын, аман болсын жамайын. Ағайын, ағайын, аман болсын жамайын. Теледидар арқылы есігіңді қағайын. Теледидар арқылы есігіңді қағайын. Мол ғой менің тілегім, ақ жарқын ғой жүрегім. Мол ғой менің тілегім, ақ жарқын ғой жүрегім. Өзбекстан халқыма ассаламу алейкум. Өзбекстан халқыма ассаламу алейкум. Жүрегімде жыр барын, айтатын көп сыр барын. Жүрегімде жыр барын, айтатын көп сыр барын. Іште барын шертеді, дидар, дидар, дидарым. Іште барын шертеді, дидар, дидар, дидарым. Бір тамаша мереке, Замандас программасының 60 жылдығы үлкен бір кең ауқымда тойланып жатыр екен. Той құтты болсын ағайындар. Мына осы тойға да біз қуана-қуана келдік. Барша бүгінгі жиналған қауымға, жамағатқа үлкен бақыт. Тойларыңыз тойға ұласа берсін, Замандастың өмірі ұзақ бола берсін. Қазір дидар программасы болып жалғасып жатыр. Қазір соңғы буындар, жас буындар үлкен қызмет жасап жатыр. Соларға біз мол болашақ келешек тілейміз. Дендері сау болып, осы қазақтың өнерін алға өркендете беруіне біз тілектеспіз. Замандас дидар бағдарламасына бала кезден жүгіретін ек қой. Замандас передачасы болып жатыр деп. Соны аяғымызды ала жүгіре, соны Құдайға шүкір жүрегімізді әдемі, шоқтығы биік передача болып қалған. Көптеген әншілер, көптеген бишілер, сондықтан сол ауқымы кең, регламенті де өте кең, сондай бір жақсы передача. Құдайға шүкір әзір сол жүрегімізде. Елге елеулі, халыққа қалаулы, небір қасиетті адамдарды сол кезде сол Замандас передачасынан көретін ек. Өзіміз үлгі тұтып жүрген. Сондықтан енді Құтбай Дүрбаев деген ақсақал бар болған. Сол кісі өте мықты термеші болып, сол кісіні көп тыңдайтынбыз. Менің әкем ол кісіге шәкірт болды. Бастама осы жақтан басталған ғой. Замандас программамыз, дидар программасы біздің жас кезімізде басталған. Жас кезімізде бұл программаны көріп өстік. Қазақ, өзбек халқының бір-біріне қамқорлығы, бір-біріне достығы, елді біріктіріп, жұртты біріктіріп, осы Өзбекстанда жасап атқан қазақтың халқы, оның жасау өңірі, оның ғұрып әдеттері туралы өзбек халқына таныстырып көрсетіп келді. Екі елдің достығы турысында бұл дидар Замандас программасының ролы жеді үлкен. Сол елде қызмет қылатқан қазақ халқын, өзбек халқы бірге бірігіп, елдің өркендеуі, жақсы өсу үшін қызмет қылды. Міне бүгін Қазақстанда да достарымыз келіп, айтыс болып, 60 жылдық тойлап жатырмыз. Бұл той бәрімізге де құтты болсын, жақсылық әкелсін. Өзбек халқы мен қазақ халқының достығы мәңгілік болсын. Замандас бағдарламасын еңкейген кәріден еңбектеген балаға дейін бүкіл халық жақсы біледі. Кезінде өзімізде Замандас қашан басталады екен, қашан көреміз деп ынтыға күтіп отыратын еді. Міне сол күндерде өтіп кетті. Замандасқа биыл 60 жыл толып отқан екен. Бір кездегі Сүлеймен Бұхарбаев бастаған Замандас бүгінде дидар деген атпен шығып жатыр. Халық ішінде ол туралы әңгіме көп. Ең бастысы халықтың сүйіп көретұғын, сүйіп тамашалайтұғын, ынтыға күтіп отыратұғын хабарына айналды. Бұл хабардың Өзбекстан қазақтары үшін маңызды үлкен. Өйткені елімізде болып жатқан үлкен өзгерістер, тарихи оқиғалар, небір тамаша құбылыстар осы хабар арқылы беріліп жатады. Ана тілінен артық не бар дүниеде? Кез келген хабарды, жаңалықты өз ана тілінде тыңдасаң, құштарың қанат, ынтызарлығың басылады, алға деген ұмтылысың күшейе түседі. Сондықтан біз бұрынғы Замандас, қазіргі дидар хабарын күнде ынтыға күтіп отырамыз. Онда берілген хабарларды, жаңалықтарды ынтыға тыңдаймыз. Өзіміздің де сол іске үлес қосқымыз келеді. Сол болып жатқан жаңалықтарды, сол ұмтылыстарды кейінгі ұрпаққа қалдырсақ дейміз. Кейінгі ұрпақта осы ізгі-істерден үлгі алып, өрнек алып, ары қарай жалғастырса, онда құба-құп болар еді.
Республикалық Қазақ ұлттық мәдени орталығының ұйымдастыруымен өткен аталмыш шараға Өзбекстан Республикасы Мәдениет министрлігінің, Өзбекстан Шанхай ынтымақтастық ұйымының, Өзбекстан ұлтаралық қатынастар және шет елдермен достық байланыстар комитетінің, Қазақстан Республикасының Өзбекстандағы елшілігінің, Қырғызстан Республикасының Өзбекстандағы елшілігінің, Отандастар қорының, Өзбекстан ұлттық телерадио компаниясының, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, сондай-ақ жан-жақтан арнайы жыр шашумен келген өнерпаздар қатысты. Бұл айтысқа біздің риза болғанымыз көрші ағайын Қырғыз елінен кеп қатысты, Қарақалпақ елінен кеп қатысып жатыр, және біз Қазақстаннан келіп қатыстық. Осында көптеген ақындар бір-бірімен дидарласып, айтысып, елмен қауышып, емен жарқын өлеңдерін жырлап, керемет күйге бөленді. Енді бұл жақтағы ағайындардың мен таңғалғаным, бүкіл зал мыңнан аса халық айтысы сағынып қапты. Керемет айтысты бас аяғында тырп етпей отырып тыңдады. Дидар телеарнасы, замандас бағдарламасы біздің қазақтың рухын жоғалтпай, тілін, ділін жоғалтпай, қазақтың негізін, ата-бабаның салт дәстүрін жоғалтпай, осы күнге шейін керемет жұмыс істеп келе жатыр. Осы жұмысты ары қарай келер ұрпаққа да насихаттауда, жаңаша жетілдіріп, дамытып, жұмыс жасай беруіне шын жүректен тілектеспін. Той құтты болсын. Айтыскерлеріміз өздерінің айтыстарында халықтар достығын бекемдеуді, салт дәстүріміздің жаңғыруларына, бір-біріне сыйластықтарына халық разы болды, тыңдап отырған халықтар. Сондай жақсы айтыс болды. Осы айтыста Қазылар алқасының мүшесі едім. Мына финалға келген кезде екі ақын да күшті. Бір-бірінен өтіп тұрыпты мысалы. Айтыс деген ұлы өнер, халқымыздың төл өнері, оны жүрегімізбен қалап, өзіміз өте қызға тамашалаймыз. Бүгінгі мына замандас Дидар телебағдарламасының 60 жылдығы барша жерлестерімізге құтты болсын. Осындай іс-шаралар кеңінен тойлана беруіне тілектеспін. Қашанда ұлттық құндылықтарды құрметтеп, өнер десе ішкен асын жерге қоятын халқымыз үшін қырғызстандық, өзбекстандық, қазақстандық, қарақалпақстандық ақындар келіп, сүйікті қазақ тіліндегі бағдарламаның мерейтойына арнап халықаралық айтыс өткізді. Біздің осы алаш, алты алаштың басы қосылған Ташкеннің төрінде керемет айтыс өтуде. Ақындардың барлығы арқалы, шетінен шабытпен жүр. Енді кез келген ақынды, кез келген шайырды бірден көрген көзді көңілін марқайтып, шабыт сыйлайтын өлкеге келіп тұрмыз ғой. Сондықтан көңіл күй керемет. Жалпы біз осы бүгінгі мерейтойға арқау болып отырған замандас бағдарламасы жайлы, қазіргі Дидар бағдарламасы жайлы не мәліметке иесіз? Жалпы замандас бағдарламасы, әзіргі Дидар бағдарламасы туралы көптеген мәліметтерді білеміз. Енді айтыс болғаннан кейін біз оны зерделейміз, зерттейміз, танысамыз дегендей. Кешегі Жүсіп Әбдуалиев көкеміздің негізімен қаланған, сол кісілердің қолдауыменен осы бір телебағдарлама басталған болса, Өмірзақов, Үсен, Бұхарбаев, Сүлеймен секілді біздің саңлақтарымыз сол істі одан әрмен дөңгелетіп, небір қара көздер, небір саңлақтар осы телеарна арқылы жұртшылықтың жүрегіне көптеген өлеңін де өнерін де жеткізген болатын. Біз сол кісілердің еңбегін ұмытпаймыз. Сондықтан жырға арқау етіп қосамыз, Құдай қаласа. Дидар бағдарламасы 60 жашқа толып жатып тұр, құттықтаймын. 60 жаш емес, 60 қылым жашаған күнге жеткіле, дайым ушул қазақтың үрп-адатын, қада салтын, тарихын көрсөтүүдөн тажабаңыздар. Жаңы жылда жакшы ийгиликтер келсин, баарыңыздар денсаулыкта, аманчылыкта жүздөшөлү. Дүйнөдө тынчтык болсын, согуш болбосын. Біз осы айтысқа, мерейтойға үлкен дайындықпен келдік. Енді бұл мерейтойдың маңыздылығын айтып өтетін болсақ, бұл тек қана Өзбекстанның ішіндегі мерейтой емес, бұл алты алаштың басын қосқан мерейтой болып тұр. Себебі ақындарымыз Қырғызстаннан, Қазақстаннан, оның бер жағы Қарақалпақстан, Науайы, Өзбекстанның түкпір-түкпірінен келіп жатыр. Осы мерейтойға құттықтап бірнеше ән алып келдік. Бәріміздің де өзіміздің құттықтау әндеріміз бар. Әрине оның бәрі халықтың көңілінен шығады деген ойдамын. Дидар бағдарламасы жайлы көп айтуға болады. Бұл бағдарлама жалпы Өзбекстанның әр түкпірінде тұрып жатқан қандастарымыздың күнделікті тыныс тіршілігі және олардың өмір сүру дағдысы жайлы ұдайы хабар таратып келе жатыр. Шет жерде, сырт жердегі қазақтардың өмірі туралы сыр шертетін бұндай бағдарламаның болуы өте маңызды.
Себебі біз алыста жүрсек те осы қазақтардың қандастарымыздың күнделікті тыныс тіршілігін көргіміз келеді, білгіміз келеді. Осы бағдарлама арқылы біз сыртта жүрсек те бәрінен хабардар болып отырмыз. Бағдарламаға өміршеңдік тілеймін, жасай берсін. Осы бағдарламаның журналистері елге пайдалы еңбек сіңіріп, еңбектері елене берсін. Бүгінде бірқатар осы журналист апайларымыз, ағайларымыз мәртебесі өсіп, марапат алып жатыр. Құтты бола берсін. Құттықтаймын ол кісілерді. Ол кісілердің сіңіріп жүрген еңбек атқарып жатқан қызметі өте ауқымды. Бағдарламаға тек қана табыс тілеймін. Осы Өзбекстан телеарнасының жаңағы эфирінен түспей, қазақтардың күнделікті тыныс тіршілігі, өмірі жайлы хабар тарата берсін деп тілейміз. Мерекелік шарада жылдар бойы орталықта болсын, алыс аймақтарда болсын, қаламын алып камерасын арқалап, сол жерден арнайы бағдарлама дайындап, оны көгілдір экран арқылы халыққа паш етіп жүрген шығармашылық топ арнайы төсбелгілер және алғыс хаттармен марапатталды. Жалпы 60 жылдық мерейтой Дидар Замандастың ол тек осы бағдарламаның ғана емес, кезінде Замандастың жанынан құралған Аққанат атты ансамблінде мерекесі. Той құтты болсын сіздерге. 60 жылдық тойларымызбенен барлығымызды құттықтаймын. Келешекте бұдан да көп жылдар осындай табысты жұмыстар істеулеріңізді тілеймін. Осы телевидениядағы барлық Дидардағы қатысушылардың барлығын құттықтаймын. Сіздердің еңбектеріңіз өте үлкен. Осы Замандас программасы Дидарға дейін сол Замандас біздер кішкентай едік құрылғанында қанша өнерпаздарды танытты, халыққа танытты. Мен мысалға өзім 4-ші класстан бастап сол Замандас программасына қатысып, әсті болып, міне көп өнерпаздарды шығарды. Мен ойлаймын, дағы да біздерде қазақ талант көп. Сол таланттың бәрін апшыға беріңдер. Бізбенен тоқтап қалмасында, біздің жолымызды жалғастыратындарды көбін апшыға беріңдер. Енді алдыңда менің әпкелерім айтып жатыр, әпкелерден кейінгі шәкірттер біздер Нәлібаевтар отбасынан шықтық. Ұстазымыз Сәбит Нәлібаев, марқұм ағамыздың жатқан жері жайлы болсын, өнерпаздар көп болсын, халықаралық деңгейде өткізіп жатқан бүгінгі өнерпаздардың мерейі үстем болсын. Аққанат болып Замандаста көрдім. Оның үшін Замандастың 60 жылдығы құтты болсын. Жастарға тілейтінім оларда өнерпаз болып жетсін, қазақтың өнерлерін жоғары көтере берсін. Мынау бәріміз осындай мейрамдар көп болсын. Мен осы Аққанат ансамблінде 25 жылдай қатыстым. Қазір Қазақстанда тұрсақтағы осындағы жиын болса айтады, шақырады. Үлкен қуанышпен келеміз. Екі елдің арасы достығы нығая берсін. Өзбек пен қазақ арасында әрдайым ынтымақ болсын, өнерге бір-біріне жалғаса берсін. Халықаралық айтысқа Қазақстан Республикасынан Анар Жаппарқұлова мен Нұрлан Есенқұлов, Қырғызстан Республикасынан Құтман Сәдуақасов пен Нұрайым Бақтиярқызы, Қарақалпақстаннан Ринат Қожамұратов пен Алтынбек Ибрагимов, ал жергілікті ақындар Құлмахан Бүйсенов, Талғат Орынбаев, Мұрат Арапбаев пен Асқар Тұрдыбаев сынды ақындар қатысып, өнерсүйер көрерменнің құлақ құрышын қандырды. Бүгінгі айтыстың ерекшелігі халықаралық айтыс. Бұның бары қоңшы мемлекеттерімізбен қарым-қатынымыз жоғары, экономика жағынан, саяси жағынан, қала берсе мәдени жағынан өсіп өркендеп жатқанның бір белгісі. Дидар бағдарлама өссін, өне берсін. Бүгін баяғы Дидар бағдарламасының жүргізушілерін, солардың марқұм болып кеткендердің атын атап рухтарын шақырып, біраз көңілімізді көтеріп, біраз еске алдық. Бағдарлама өсе берсін, өркендей берсін. Міне Анар Замир айтып жатыр, шәкірттеріміз келіп жатыр. Шәкірттері ұстаздардың іздерін баса берсін. Құда қаласа жақсы хабардар дайындап, елдің көңілінен шыға берулеріңізге тілектеспіз. Ташкент шаһарына бұл жолғы ерекшелігім үлкен сағынышпен келдік. Өйткені өздеріңіздің де естеріңізде болса, біз мынау елдің бәрін әлемді жайлаған карантин кезінен кейін енді келіп тұрмыз. Біз осында 2000-нан астам халықты сағындық. Шын мәнісінде үлкен сағынышпен келдік. Айтысқа шыққан кезінде кәдімгі елдің шапалағы, халықтың қолдауы жүрегімді дүрсілдетіп, сахнаға алғаш шыққандай бір әсерде болдым. Ташкент жұртына, айтысты сүйген елге үлкен рахмет. Дидар телеарнасының арқасында біз елмен қауышып жатырмыз. Керемет айтыс болып жатыр. Халықтардың достығын арттыру, түркі халықтарының бірлігін арттыруда
осы айтыстың маңызы өте зор деп ойлаймын. Әсіресе өсіп келе жатқан жас ұрпаққа беретін тәрбиесі жақсы деп ойлаймын. Мен өзім көкірекке түйгенім осы, отырған халыққа да не аламын емес, не беремін деуге тырысып келдік. Сол екі елдің достығын, екі елдің емес, жалпы Орта Азия халықтарының достығын жырлау үшін келдік. Ассалаумағалейкум, құрметті айтыс сүйер көрермен, дидар сүйер, замандас сүйер көрермен, барлықтарыңыздың үйлеріңізге ең әуелі тыныштық тілеймін. Бүгін елімізде халық көптен күткен үлкен ұлан асыр айтыс басталды. 7 жыл салып ортаға үлкен айтысқа келген ақындарымызға барлықтарына сәттілік тілеймін. Алла бақтарын жандырсын. Айтыс жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын. Себебі әдемі шапқан барша ақынды халық әдемі қолдады. Айтысты ел сағынып қалғанын көріп тұр. Бүгін өзінің 60 жылдығын тойлап жатқан дидар мен замандасқа шынайы шабыт тілейміз. Сол ұжымда жұмыс атқарып отырған барша операторларымызға, барша қызметкерлерімізге, редакторларымызға, дикторларымызға шынайы табыс тілейміз, сәттілік тілейміз. Елдің үмітін ақтап, ел ортасында біздей таланттарды елге танытып отырған дидарымыз жасай берсін. 60 жылдық баршаңызға құтты болсын. Елімізде жиі-жиі айтыс болып тұрсын. Қолдап келген, сыйлап келген барлық көрерменге мың алғыс. Жылдар бойы кездеспеген дидардың көрермендермен бір топ өнерпаздар бас қосқан мерекелік шараның концерттік бағдарламасы мен халықаралық айтыс қатысушыларға көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Жақсы болып жатыр мына айтыстар. Көптен болмаған еді, болып жатыр. Рахмет. Болып жатқан 60 жылдығымыз дидар замандастың есіне рахмет айтамыз осы ұйымдастырғандарға. Тағы да жақсы осындай бола берсін айтыстар. Өзбекстаннан жасап жатқан мына қазақтардың бірлігі арта берсін, өзбек қазақ барлығы. Біз 60 жыл бұрын замандас передачасы эфирға шыққан кезде біз кішкене қыз едік. Сол кезде 5 күні болатын передачаға біз аңсап күтіп отыратын едік. Передачада белгілі Нәлібаевтың шаңырақтары шығатын еді. Олардың гармошкамен ән айтқандары, домбырамен ән айтқандары. Ол кезде Анар қызымыз кішкене қыз еді. Әзір көрсек, сол передачаны давам етіп жатқан екен. Біз қатты өте қуаныштымыз. Сол делегацияның ниеті, сол дидар бағдарламасына мерейтойы құтты болсын дейміз. Әрін жалғаса берсін. Өнердегі істеп жатқан ұжымға үлкен табыстар тілеймін. Бүгін өте тамаша айтысында және 60 жылдық тойларында отырмыз. Біздердің көңіліміздің, халықтың көңілін көтеріп отырғанына өте рахмет деймін. Соны айта келе, соларға денсаулық тілеймін, осыны басқарғандарға. Мынау Өзбекстан халқына, өзбек халқына да өз ырзашылығымды білдіремін. Мұндай айтыстар көптен көп бола берсін, жалғаса берсін. Ер татулығы, ел татулығы дейді біздің дана халқымыз. Сол айтқандай хақиқатында да соңғы уақыттары біздің елімізде халықаралық достығын бекемдеу, халықтар арасындағы достық қатынасты бекемдеу бағдарында бірқатар іс-шаралар әмелге асырылып жатыр. Мінекей сондай бір ажайып бүгін сондай бір ажайып кеше шөлкемлестіріліп жатыр. Мінекей замандас дидар көрсетудің 60 жылдық мерекелі тойы. Бұлай қарасаңыз, енді өзім журналист болғаным үшін да көптеген бағдарламаларды бақылап қарамын. Мәселен, мен сондай бір жасыл уағымызда бір әуесіміз келетін еді. Қара, 60 жыл деген бір бұлай қарасаң бір аз ғана қысқа уақытта, бірақ дегенменен қараңғының ішінде қанша минет, қанша сондай бір жас үлкен ұстазлардың, дөретуші салалардың тағдыры минеті жатыр. Мен сондай бір қуаныштымын, сондай бүгінгі кешенің бір қатынасушы сипатында. Өзім мәселен Қаралпақстан телеканалында біздерде де со Алтын аймақ атамасында қазақ бағдарламасы бар. Соның бір жанкүйері сипатында біздерде со замандас дидар көрсетулерінің бір алар тәжірибе арттыру мақсатында мәселен сондай бір әуес еткендей көрсетулерді даярлауға біздерде де бір қызығушылық оятып отырды. Замандас дидар телебағдарламасында арналған халықаралық айтыста Қазылар алқасының шешімімен 3-ші орынға Алтынбек Ибрагимов пен Құлмахан Дүйсенов, 2-ші орынға Нұрайым Бақтиярқызы мен Анар Жаппарқұлова, 1-ші орынға Талғат Орынбеков, ал бас жүлдеге Нұрлан Есенқұлов лайықты деп табылды. Отырған қадамыма дұға тілеп, қандастармен қауышып қуанып ек. Ей ағайын, мені күтіп қалдыңдар ма, Талғат шықса бір қызық қылады деп.
Mені сүйген көрерменге басым дейдім, күтіп тұрған талғат қашан шығады деп Бисмилля-рахман-рахим, шебер Алла. Шын ниетпен сұрасаң береді Алла. Қанша жерден шаң басып қалған менен, шын жүйрік бағы жанса келеді алда. Өзінен ұстазымның сәлем берсем, жолынан құлмаханның ер аламба. Ассалаумағалейкум сәлем бердім, тұғырлы Ташкент дейтін төраманба. Ел Мұрат, ел Нұр, Руслан, Мадиярдай батырларды тудырған беламанба. Ел төресі Расул мен Тұрсынханды жатырына сыйғызған жер аманба. Жаңадан мүмкіншілік ашып жатқан бабадан қалған бізге кен аманба. Бұланған аққу қазы ұшып қонған, сыланған айдын шалқар көл аманба. Балаңның ақ сәлеміне қабыл алшы, Алланың нұры жауған ел аманба. Мен енді қырғыз қызға беттей кетем. Қалай бүгін шекараңнан өтпей кетем. Айтысуға қыз шықса деп сұрап ем, шебер Алла барлығын реттейді екен. Тілегенім алдымнан шығып жатыр, елде отыр деп баламыз ептей мекен. Қырғыздың хас сұлуы хәлін қалай, талғат саған өлеңін төкпей мекен. Сұлулығын сөз қылып жақындасам, бұл маған кел дей мекен, кет дей мекен. Аққу мойын талшыбықтай нәзік белің, жақындасам үзіліп кетпей мекен. Көзіңнен мөлдір тамшы домаласа, ай жүзіңе жеткенше кеппей мекен. Шашыңның бір талына жан садаға, жан сырын бүгін талғат шертпей мекен. Балдай тәтті айтатын бірақ сөзің, мына мені бақытты етпей мекен. Бұлбұлдай сыңғырдаусың ғажап еді, мас қылып миымыздан теппей мекен. Өкіңіз потолокқа жетейін деп тұр, мұнымды аз дей мекен, көп дей мекен. Қысқасы нұрайдың сұлулығын бір айтынбай жырласаң да жетпейді екен Қырғыз сені жіберсе өкіл қылып, мен сені қайтармаймын өкіндіріп. Нұрайым, сен де бойдақ, мен де бойдақ, отыр ғой мына елім ниетім біліп. Бүгін бұны ауылда ап қалмасам, дейді ғой мамам келдің не тындырып. Сондықтан біз екеуміз жұп болайық, шырайлы шаңырақтың шетін құрып. Қырғыздың күйеу баласы атанайын, шыңғыздың жиендерін жетілдіріп. Әрине жол білетін жігітпін ғой, енді маған қалқатай отыр күліп. Хабаршыға серік ағайды жібереміз, қосып дәмір нағашымды кепіл қылып. Хабарға жаяу барған жараспайды, құралағайды қосамын шопыр қылып. Біздің елден бір қауым жұрт барғасын, қырғыздарда қайтармайды шегіндіріп. Нұрайымды жұбайым қывалайын,
Ташкент Бишкек ортасына көпір құрып ай. Алғач қадам таштадым айтылу Ташкент жеріне. Алақанша тұрсаңар, ал қошылат алмада дем, қошылат деміме. Амансың бұл қазағым, айтыштың ұққан беріле. Боруна қонық отырғанда, бордошым қазақ кемібе. Мен төрі бейл қырғыздың төрінен салам алып келдім, ошол төлө бейді еліне. Қадыры Талғат ұлыңдың қазақ қырғызға жетті ғо. Домалақ балаң келтіріп домбырасын чертті ғо. Ой билетіп бұл ой қиялын Бишкекке чейін жетті ғо. Құру сөзді көп айтып бұл балаң құлаққа жамады тепті ғо. Қонақ қызға Талғатын қос сөздердің арнайбы. Жарым бол деп шарт еле бұл жалынып маға сайрайбы. Бұл ұлудан қалған жөрөлгө, бұл ұлунун жолун тандайбы. Қадимден келген жөрөлгө Талғатым қада салты унутуп біз да қалбайлы. Қалағаны мен болсом, қаданы білер болсо, қиқыран ой бербей үйіндің ай. Талғатын қырғызған іздеби барбайбы. Өзігі қазақ болса да бұл Өзбекстан жараны. Елім қолдап алғылаң екелген ортоқ баланы. Жуым болчу Нурай деп мұнын жұртқа айтылды жамағы. Бирок сынчыл көсім қырғызым сынайт күйе баланы. Бұл ордунан араң қозғолот отунун мықтап жарабы. Жылқы жығып қой сойып бұл жиліктеп берең алабы. Тартышы улақ көк барды бұл Тайқазанға барабы. Анан ең албай Талғат улақты, ошол ерден құлабы қалабы. Нұрайым мені неге ұнатпайды, болайын деп тұр бүгін жырақ бәйге. Қырғызға өзің іздеп бармайсың деп, сырт көзден сынайтып сынақтайды. Көкпар тартсаң егерден құлайсың деп, қыздарыңыз қасымнан жырақтайды. Нұрай мен жаңа базар аулынанмын, біздікілер жақындарын жылатпайды. Ей жаңа базар ішіндегі жамбылданмын, ауылының үмітін ұлақтайды. Мен сенемін ауылдағы ағайынға, сондықтан басыма бақ тұрақтайды. Ташкентті көрерменім аман болса, егер түгіл есектен де құлатпайды. Ай дегенде нұраймын ғой, деп отырсың Талғатты сынаймын ғой.
Әрине қызға жету оңай емес, қандай сынға салса да шыдаймын ғой. Мен бірақ оңайлықпен құламаймын, қиналсам сенен көмек сұраймын ғой. Егерде алда жалда құлап жатсам, сенің ғана құшағыңа құлаймын ғой. Көздерің нұрдан тараған, айтыстан көрдім жаңадан. Жоқ деме жаным сен маған, көңілім сені қалаған. Нұрайым жоқ, жоқ, жоқ деме жаным, сен үшін күйіп мен жана беремін. Жүрегім шоқ, шоқ, шоқ болып жаным, қасыңа бара беремін. Қырғыздың қызы Нұрайым, мен саған қалай ұнайын. Жоқ деме жаным сен маған, Ташкентке келін қылайын. Нұрайым жоқ, жоқ, жоқ деме жаным, сен үшін күйіп мен жана беремін. Жүрегім шоқ, шоқ, шоқ болып жаным, қасыңа бара беремін. Түшімде көріп өзіңді, ай жүректі күнде жұбатам. Жоқ дебе жаным сен маға, басқасын қалай ұнатам. Нұрайым жоқ, жоқ, жоқ дебе жаным, сен үшін күйіп жана беремін. Жүрегім чоқ, чоқ, чоқ болып жаным, қырғызша ырға сала беремін. Өлеңім көп, көп, көп менің тағым, сұрасаң әнге сала беремін. Шапалақ соқ, соқ, соқ кәне қалғым, ауылға келін ала келемін. Талғатың алтағы да шауып көрсін, тағы да қыз көңілін тауып көрсін. Құр сөзбенен құлақтан теппе десе, Талғат енді әрекетке барып көрсін. Қырғыз қызға бір сыйлық сыйлайыншы, мұнымды осы отырған халық көрсін. Осы залда Хуршит деген досым отыр, ағайын енді оған бағыт берсін. Қолына алып менің сыйлығымды, сахнаға қарай жол салып келсін. Қырғыз қызға атап тұрып таңда терген, қызыл раушан гүлімді алып келсін ағайын. Міне енді қыздарың да көнем деп тұр, ізіңнен ауыл жаққа ерем деп тұр. Қанша жерден қыз разы болғанымен, Қалқатай төркінінен елең деп тұр. Сен төркіннен ертеңнен уайыңдама, біздің Ташкент Талғатқа сенем деп тұр. Екі елге ортақ қылып той жасасаң, туғандар тоянасын төгем деп тұр. Замир әпшем қыз жібегін ертіп алып, Талғаттың тойына тегін келем деп тұр. Нұрайдың қалың малына қосасын деп, Серік ағай бас жүлдені берем деп тұр. Бішкек шаһардан Ташкент шаһарға келін болып қала албаймын Талғат. Арнаған маға аппақ жаулығын өз басыма сала алмаймын Талғат. Шартыңды қабыл ала албайм, шаһарыңда қала албайм, татты самсыларыңды мен тандырыңа жаба албайм Талғат.
ой алатоодон аша албайм, саган ак жүрөгүм ача албайм, атлас көйлек кийип алып, ой палабымды баса албайм. Талгат, талгат. Касулу деп Нурайды катыраң айтып мактадың, арнап аппак сүйүңдү алып келип гүлүңдү, бирок аруунун тилин таппадың. Анан Сакен агам башбайге берет деп айтып таштадың. Сен бай болуң ой эмес Нурайга ай, ошол баш жүлдөң экени максатың. Жакыным борум талгатым дайыма жакшылыктарды кошкунуң. Мынан ак элге кызмат кылып сен алдыга карай озгунуң. Өнөрдү бийик тутуп сен ар дайым карма талгатым өзбек казак костугун. Сен үкүлүң ой кызга кызыкпай ай, талгатым күчелдин ырдагы достугун. Комузунун кулагын бурайтын кыз, акылыңнан айналдым Нурайым кыз. Осындай акылды кыз көрдүңдер ме? Ел үшін тәтті өлең құрайтын кыз. Ең бірінші өзінің бақытын емес, елінің бақытын сұрайтын кыз. Талғатың тағы неге көсілмейді? Талғат енді қырыңдап өсірмейді. Мен енді толғамасам тақырыпты, бұл ағайын мерейімді өсірмейді. Замандаспен Дидар жайлы сөз айтайын, бұл сөзім эфирден де кесілмейді. Өткенін замандастың айтпай кетсем, өткендердің рухы сірә кешірмейді. Дидардың тарихын танытпасам, финалдың мәселесі шешілмейді. Осы Дидар жүйріктерді жарыстырған, шамасын ақындардың салыстырған. Осы Дидар мерейтой тойлап жатқан, алпыстың даусы шығып алысқырдан. Осы Дидар ауылдағы ағайынның арасынан арамдықты алыс қылған. Осы Дидар замандастың ең бірінші лентасын Жүсіп ағай жабыстырған. Осы Дидар Айбергенов Төлегенмен Тынышбай Рахымдарды табыстырған. Осы Дидар Өмірзақтың Үсенімен Бұхарбайдың Сүлейменін барыс қылған. Осы Дидар Тәжігүл мен Рахиядай апалардың құшағын қағыстырған. Осы Дидар Алмагүл Үрбігүл мен Аққанаттың ұшуына шаныс қылған. Осы Дидар бабалардың аманаты Анар менен Замиралар әдіс қылған. Осы Дидар Рүстем менен Айгерімдер артық сөйлеп кетуді намыс қылған. Осы Дидар Талғаттай Томпағұлды мына елге ақын қылып таныстырған. Талғат енді артық сөзден тыйылса екен, сөз соңында тілегім үйілсе екен. Нұрай сенмен әзілдесіп айтыстым ғой, Құдайдың нұры сізге үйілсе екен. Некеңіз тек қырғызда қиылсе екен, бағыңызда тек қырғызға бұйырса екен.
шыққанмен жүйрік болып жүзден жарап шөжені санайтын кез күзге қалады. Ағайын, мен осымен тоқталайын, шын мықтысын ел өзі іздеп алады. Осы айтыстың ақ-қарасы неде болса, қазылардың алқасы сізде қалады. Финалға келемін ба, келмеймін ба, мені сүйген көрерменім, сізге аманат айын. Ақындар ырын төккенде, елім бізге бұрылсын. 60 жашында дидардың ақ санатырым қойылсын. Улыңар көтеріп қойды көңілдің, анда көңілім қан деп тыйылсын. Саға маға сендей ұлдар бұйырсын, саға мендей қыздары бұйырсын. Bir borum жақын қазағым, биіктей берсін қазалың, үңгір өтіп дүйненің айқылымдар аша жашағым. Bir borum жақын талғатым, сағынтып мені қаласың, қуанды бырдап жүре бер ай қырғыз қазақ арасы. Жаратқан жасса талай мол, елермен қайра далай жол, қайрылып қайра келген шыңай қазақ бауырлар аман бол. Қайрылып қайра келген шыңай қырғыз қазақ аман бол. Нұрайым елге ырын сыйлайды екен, Ташкентте қалмаймын деп қинайды екен. Ағайын қалмай жатса шара бар ма, қаламаса Құдай нұр құймайды екен. Қазір-ақ алып қашып кетейін десем, үкісімен біздің үйге сыймайды екен. Ағайын, көзді ашып жұмғанша қоштасар сәтте таяп қалды. Сөз соңында жылдар бойы Өзбекстан телеарнасынан қазақ тілінде эфирге беріліп жатқан Дидар бағдарламасының алауы лаулай берсін дейміз.